сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, бүгін сіздермен керемет екі платформамен таныстырғым келіп отыр. Енді бұл қандай платформа? Бұлар жалпы тапсырмаларға арналған платформа болып табылады, яғни тапсырмалардың жиынтығы осында орналасқан. Енді оқушылар бір сарынды сабақ өте беруден жалғат, арасында әртүрлі қылып өткіңіз келеді. Енді сондай кезде міне осы платформа сізге керемет мүмкіндік болып табылады. Енді ол үшін біз бірінші Learning Apps деген программаны ашайық, Google-ге кіреміз. Міне осылайынан жазамыз. Міне мынау Learning Apps бірінші тұрғанына кіреміз осылай. Міне бұған енді тіркелмей-ақ тапсырмаларын ала беруге болады. Ол үшін все упражнение дегенге кірейік. Енді бұл жерде биологияға, географияға, информатикаға, математикаға байланысты, психологияға, философия, химияға байланысты түрлі тапсырмалар бар. Мысалға биологияға алып қарайықшы. Биологияға байланысты нарада тілін таңдап аласыз да, сол тілге байланысты тілін өзгертіп алып, міне түрлі тапсырмалар бар нарада, астына қарай түссеңіз. Енді маған мысалға другие языки деген таңдайын мен. Бұл жерде енді мен сабағым қазақ тілі ғой. Енді қазақ тілі деген таңдайын, казахский язык. Міне енді казахский языкке кіріп, осыған байланысты тапсырмаларды көрейін. Міне қарайық. Осыған байланысты түрлі тапсырмалар бар. Осының ішінде міне көптік жалғау дегенді алып көрейік. Жалпы көп тапсырма ішінде. Енді осылай тапсырма берілген. Көптік жалғауларды анықта дейді. Енді мына жерде ларға байланысты сөздерді ашамыз. Ашқан кезде біз артында сурет тұрады, сол суретті ашуымыз керек. Мысалға лар, ағалар ашылды. Әкелер болады бұл жерде. Аналар, аталар, әжелер, аталар, ары қарай қарындастар. Енді лерге кетеміз. Мысалға әкелер, әжелер, әпкелер, шешелер. Ары қарай дарға барамыз. Мысалға қарындастар, кешіріңіздер, ұлдар, ағайындар, қарындас. Бұл жерде енді тарға барамыз. Қарындастар, туыстар, қыздар. Енді дарға барамыз, қыздар. Лерге барамыз, сіңілілер. Міне тамаша. Осылайына кер байланыс шығып тұрады өзі. Міне көптік жалғау, лар, лер, дардер, тардер. Міне оқушыға өте қызықты тапсырманың бірі болып табылады. Тағы да бір тапсырманы ашып көрсетейін. Яғни осыған кіріп сіздер түрлі тапсырманы алуыңызға болады. Тек қазақ тіліне ғана емес, сонымен қатар басқа пәндерге де байланысты тапсырмалар өте көп. Келесі енді осырадағы септік жалғауына байланысты тапсырманы ашып көрейік. Не тапсырма келеді екен? Септік жалғауына байланысты тапсырма. Міне септік жалғауларын еске алып, дұрыс жазып, анықтап қолданыңыздар дейді. Жарайды дейік. Окей, септік жалғауына байланысты қанша тапсырма берген? Бірінші тапсырмасını ашайық. Көрейік. Бұл енді оқушыны қызықтыру мақсатында осы платформаны жалпы қолдансаңыз өте тиімді. Енді атау септікте жазылған сөздерді белгіле дейді. Енді шығарып алып, оқушыларға берсеңіз бұл да керемет. Атау септікте жазылған сөздерді белгіле. Оқушылар асханаға кетті. Бұл жерде атау септік кімне? Оқушылар. Енді ары қарай осыны шығарып алып, оқушыларға апарып талдатсаңыздар болады, оқушылар. Енді бұны қалай аламыз? Міне нарада ссылкасы тұр. Осы ссылкасын бүйтіп
көшіріп алып, копировать етіп, ссылканы WhatsApp чатқа жіберсеңіз болады. Болмаса нарадан QR-ды сохранить етіп, шығарып алып, осыны тапсырма ретінде берсеңіздер болады. Міне нарада атау септіктерді белгіле деген, осылай белгілейміз балаларымызды турасында дұрыстығы тұр. Мысалы, нарада әдеймен досым дегенді белгіледім, бұл атау септігіне жатпайды деп тұр. Енді бұны алып тастаймыз. Міне ол енді ертең отбасымыз Астанаға барамыз. Бүкіл қаланы араладық. Неге менің сұрағымды қайталайды? Әсет деген бар, иә? Сосын барып атам, тағы, міне, енді осыны тексеріп көрейік. Атам деген дұрыс, әсет деген дұрыс. Енді бір сөз қалды дейді. Нарада қайсы сөз қалып кетті? Қарап, міне. Отбасымыз. Міне, өте жақсы, тапсырманы дұрыс орындадыңыз дейді. Осылайынан орындатуға болады.